Кітап бұл адамзаттың ең бай мәдени мұраларының бірі деп атауға болады. Жалпы кітапты басқаша тілсіз мұғалім деп те атайды. Мұғалім бұл өз шәкіртінен бар білгенін аямайтын, аяулы да ардақты жан. Көкейде бір сұрақ туындайды. Мұғалім бұның бәрін қайдан біледі? Әрине де барлығының жауабы ұстазымыздың ұстазы үйреткен болар. Алайда түбінде ұстаздың ұстазы қайдан білген? Әрине де тілсіз мұғалімнен. Тілсіз мұғалімнің есімі өте әдемі әрі жоғары мағыналы есім. Сонымен оның есімі кітап. Барлығының ойынша, кітап қалай мұғалім бола алады, қалай үйретеді? Шыны керек, қазіргі таңда кітапқа сенгелер ұстаз жоқ. Мәселен, мұғалімдердің барлығы бізге берер білімдерін оларынан шығармайды. Олар кітап оқу арқылы ғана бізге үйретеді. Кітапта мұғалім секілді сезімді, ренішті, қуанышты жеткізе біледі. Кітаптың пайдасы өте зор. Біріншіден, адам кітап оқығанда оның миы демалады. Екіншіден, адам кітап оқығанда оның сөздік қоры көбейе бастайды. Үшіншіден, адам кітап оқыған сайын оның болашаққа деген көзқарасы өзгереді. Кітап біздің рухани байлығымыз, ең сабырлы ұстаз. Кітап адамды мейірімділікке, тәрбиеге, өмірдің ақ-қарасын ажырата білуге үйретеді. Жалпы кітап оқыған адам ақылды болады. Біз 6 сыныпта көптеген кітаптарды оқыдық. Соның ішінде Қамақан Әбдіқадыров, Қажымұқан, Сапарғали Бегалин, Балашұқан, Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа, Балық жаққа саяхат. Қабдеш Жұмаділов, Сәйгүліктер, Саид Мұратбеков, Жусан иісі. Соның ішінде бізге ерекше ұнаған кітап бұл Жусан иісі повесті. Жусан иісі бұл Саид Мұратбековтың ең тамаша туындыларының бірі. Оқиға Аян деген баланың өмір жайлы айтылады. Кітап небәрі 25 беттен тұрғанымен, кітапта өте көп сипаттаулар бар. Бір қызығы автор оқиғадағы кейіпкерлерді тамаша көркем сөздермен сипаттады. Солардың ішіндегі маған қатты ұнағаны жарғақ сары тоны қалтырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүрген, шелбеген, арық ақсақ қара бала бір кетпейді. Оқиға желісі бойынша Аян анасынан да әкесінен де ерте айырылған. Көп ұзамай әжесінен де айырылады. Сөйтіп әжесінің төркіні Бапай шалдың үйіне көшеді. Бірақ бұған қарамастан Аян не жыламайды. Себебі ол жылау еркектерге тән емес дейтін. Аянның тағы бір жақсы жері ол ешкімді бөліп жармайтын. Балалардың әрқайсысы оған жақынырақ болуға тырысқанымен, бұдан түк шықпайтын. Аянның қызығатын қасиетімен оның ойы өте жақсы дамыған. ол күнде өз ойынан бір ертегі шығаратын. Бұл жағынан Аянның шеберлігі көрінетін. Аян көп нәрсені бастан кешірді. Мысалға тобығын бірнеше рет айдады. Ауылдың қатаң бригадирі Тұржанның тепкісіне шыдады. 10 күн бойы ісініп, көп көңіл болып жатты. Бұған кім шыдай дейсің? Бір қызығы, ол бұл кездерде көзіне бірде-бір жас алмады. Осындай аянышты сюжеттерге толы бұл шығарма Аянның балалар үйіне кетуімен аяқталды. Қорытындылай келе жатқанда, Саид Мұратбековтың Жусан иісі атты шығармасындағы менің алған әсерімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оқиғадағы Аян атты баланың оқиғасын оқыған кезде көзіме тіпті жас алды. Меніңше, бұл оқиға шынымен де өмірде болған жайт деп айта аламын. Себебі туынды автордың мынадай сөзімен басталады. Алыста қалған балалық шағым. Тіпті бұл оқиғаға Саид Мұратбековтың өзі де қатысқан секілді. Сол себепті бұл шығарманы оқуға барша оқушыларды шақырамын.